Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ ауызда еритін венский вафли жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қамыр қопсытқыш, крахмалдың кез келген түрін пайдалансаңыздар болады, кукурузный немесе картофельный. Және де електен өткізілген ұн, қант, жұмыртқа, ерітілген май және сүт. Сүт мейлінше бөлме температурасында болуы қажет. Ыдысқа жұмыртқа және қантты қосып араластырып аламыз. Осылай көп пісуі қажет. Одан кейін сүтті қосамыз. Сүттен кейін еріген майды қосып араластырамыз. Ұн мен қамыр қопсытқышты бөлек ыдыста араластырып аламыз. Ұнды сұйық массаға қосып араластырамыз. Осы барлық массаға соңында крахмалды қосып араластырамыз. Осындай сұйық масса шығуы қажет. Дайын болған массаны ысып тұрған вафельницаға құямыз. Вафельницаның кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Мендегі вафельница осындай жүрек тәрізді пішін береді. Массаны құйып болғаннан кейін 3-4 минут екі жағы қызарғанша пісіреміз. Мінеки осындай алтын түсте сап-сары болып шығады. Балмен, вареньемен жесеңіздер болады. Мен осындай жаңа жылдық тақырыпта әрледім. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.